Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мастер-классында үйреткен омлетный куриный рулетный рецептімен бүгін сіздермен тегін бөлісетін боламын. Алдымен сырды күштен өткіземіз. Жуандау бөлігінен. Содан соң жұмыртқа саламыз. Қаймақ. Өзіңіздің қалауыңызша тұз, міндетті түрде кептірілген укроп салыңыз. Және де қара бұрышта салуға болады, араластырамыз. Енді противенге май жағамыз. Әсел пешпен де пісіруге болады, бірақ размері кішкентайлау болып қалады. Содан соң пергамент қағазы мен міндетті түрде фрейкенбукты қолданамын. Өйткені ол еш қалайда рулеттер оған жабыспайды. Қалғандары жабысып қалуы мүмкін. Қосымша тағы да майлап шығамыз. Содан соң жаңағы омлетімізді өстіп жіңішке қылып жайып шығамыз. Не осылай. Содан соң 180 градуста қыздырылған пешке 10-15 минутқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін біз жуаны бір жуа жарайды. Соны 4-5 етіп турап шығамыз. Содан соң қыздырылған табаққа май қоямыз да сарғайғанша жуамызды қуырамыз. Аз ғана тұз қосып жіберіңіздер. 15 минут өткеннен кейін шығарып алғаннан кейін сәл ғана 5-10 минут тұра тұрып, содан кейін осылай пергамент қағазымен бірге орап қойыңыздар. Енді салмасын біз жаңағыдай тауықты блендердан немесе ет тартқыштан өткізіп аламыз. Содан кейін жаңа қуырып алған жуамызды салып, тұз, қара бұрыш, басқа ештеңенің қосудың қажет жоқ. Осылар жарайды. Енді салмасын саламыз. Шанышқының көмегімен осылай жұқа етіп жайып шығамыз. Жуан етіп салудың қажет жоқ. 400-300 грамдай бізге тауық еті жарайды. Енді фольганың көмегімен біздер рулетімізді ораймыз. Жіп-жұқа етіп орамыздар. Кейбірде жуан етіп кет қалуы мүмкін. Фольгамен бетін жауып, 180 градуста қыздырылған пешке шамамен 30-35 минутқа қоямыз. Және де 30-35 минут өткеннен кейін духовкадан алып шығамыз. Фольганы орағаны алып тастаймыз да, тағы да бір 10 минутқа қоямыз. Беті бізге қызарып, сондай әдемі болып пісу қажет. Осымен біздің рулетіміз дайын болды. Осындай әдемі, күшті турауға да ыңғайлы. Шамамен 24-25 бөлікке бөлінеді. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мархаба.